апа ортаға келіңіз. Балаларды қоятыңыз. Әже келіңіз. Біз әжем, атам және мен бүгінгі тойдың қалай өтетінін сіздерге қысқаша ғана айтып береміз. Қанекей, кеттік. Қолыңызды беріңіз, әже. Ата қолын. Год за годом ведущие нашей страны намереваются покорить этот священный той. Мы, шоумены нового поколения, хотим изменить историю. Мы не будем включать Хазуэры и Мария Магдалена. Вы не будете слушать тосты часами. Это той 21 века. Қошемет, қасырақ. Рахмет. Рахмет. Құрметті ағайындар, рұқсат болса, назарды белмен қарай бұрайықшы ағайын. Бүгін Серікбай атамның 70 жасында мен бұл кісіні білем. 4 ба 5 жыл болды осы кісінің шаңырағында, ата келіңізші ортаға. Осы кісінің шаңырағында қандай той болады, мені шақырып алады. 10 адам және соғым сойып, етке шақырса да, 5 адам шақырса да мені шақырып алады. Мен айтам, ата, мен естеймін десем, домбырамен өлең айтасың дейді маған. Енді рұқсат болса, Серікбай атамды шын сыйлайын, өзімнің атам сияқты. Енді Серікбай атамның 70 жасында мен өзімнің қалтамнан шашылғым келіп отыр, құрметті ағайындар. Тамада емес, немересі сияқты. Қазір былай істейміз, барлығымыз 21 ғасыр дамыған заман, телефонымызды алайық. Телефонымызды алайық, қолымызға барлығымыз телефонымызды алайық. Жастар, телефонымызды алайық. Апа, телефонымызды алайық. Мен номер айтам. Кім маған бірінші болып звондайды, өзімнің қалтамнан 5000 теңге. Еркекше. Айттым, орындайым. Өзімнің қалтамнан 5000 теңге. Телефон шығарайық барымыз, қанекей. Бәрінде телефон бар ғой. Телефон шығарайық. Сабыр сақтайық. Актив. Еврейский маяк тастауға болмайды, сразу айтам. 8. Рахмет, келіңіз. 778. Кімнің бағы жанып тұр екен? 5000 теңге кімге беріп тұр екен? 378. Еврейский болмайды дедім ғой. Тағы да 78. Бір соңғысан тауып алыңыздар. 6, 8, 778, 378, 78, 36. Ал кеттік. Кімнің бағы жанып тұр екен? 5000 кімге беріп тұр екен? Стоп! Болды. Так, біреудікі кетті. Ал, звондап білейік. Рахмет. Мен мына жаққа кетіп қалайын. Алло, мен сізге объявление бойынша звондап тұрем. Сізде Passat батарея сатады деп еді. Ортаға шапалақпен! Рахмет. Апа, успокойтесь. Тихо. Мен айттым, орындайым, құрметті ағайындар. Құдайға шүкір, шалбар киіп жүрміз, еркекпіз. 5000 теңге берем дедім ба? 5000 теңге берем. 5000 теңге, есіміңіз кім? Жанна. 5000 теңге Жанна ханымға менің атымнан сандуғаш. 5000 теңге. Сөйлеп шоңғымады еркекпін мен, бір ғасырда бір туады еркекпін мен, жауға сырын айтпай тұрып айтқанын. 5000 теңге. Бара беріңіз. Мен айттым, Құдайға шүкір. Айттым, орындадым. 5000 теңге беріп атым ба? 5000 теңге беріп атым.
5000 теңге тойға келіп 5000 теңге алып кетемін деп ойладыңыз ба? Жоқ. Мен де ойлаған жоқпын. Ана просто в шоке, бір қошеметтеп қояйық. Жанна ханымға 5000 теңге. Рахмет, бара беріңіз. Бара беріңіз. Рахмет. Енді құрметті ағайындар, мен қазір тағы да Серікбай атамыз қандай деп сұрақ қоям, соған қол көтереміз. 5 сөз, ең әдемі 5 сөз айтамыз. Мен сосын Серікбай атадан барып сұрайын. Қай сөз ұнайды, соған тоже сол кісіге 5000 теңге сандуғаш дайын отыр беруге. Серікбай атамыз қандай? Қол көтереміз. Стоп. Екеуміз де жіншік екенбіз. Қандай? Ақылды. Біреу ғана болды, ақылды. Әдемі еші. Сіз тілек айтып кеттіңіз ғой. Тағы бір сөз, екінші сөз. Қандай? Красавчик. Маңдай сөзге қалай шапалар алмайсыз? Рахмет. Ата, сіз қарап отырыңыз дұрыстап. Үшінші сөз. Мұртты дейді. Что-то бір түрлі еттіңіз ғой. Төртінші қандай? Оппа. Мұртты деп мұртты кісі дейді. Есіміңіз? Қуаныш. Қандай? Серікбай атамыз қандай? Серікбай ата менің жездем. Жезде деген жақсы ең әкенің орнындағы жақсы жезде. Рахмет. Сіз бәрін құрттыңыз ғой. Соңғы бір сөз қандай? Атамыздың аузын ашса ломбард екен анасы. Қандай? Вечно молодой. Сабыр сақтаймыз, тыныштық сақтаймыз. Серікбай ата 5000 теңге кімге беріп тұр екен? Сандуғаш беруге дайын отыр. 5000 теңге. Кім қай сөз ұнады? 5 сөзде. Кімдікі ұнады? Қай сөз ұнады? Кімдікі ұнады? Мен адына болсамдікі ұнады. Шамала ортаға! Аға ортаға! Ортаға! Аға ортаға келіңіз. Бүгінгі тойда бәрін ұмытып Аға, қазақта айтады ғой, мұрты бар дейді, мұрты барда сыйландар дейді, мұрттыларда иман бар дейді. 5000 теңге дедім. Берем. Есіміңіз? Сағындық ағама 5000 теңге, жаңағы 5000 теңгені ұтып алған Жанна ханымнан. Шабылла! Алмита болса вообще. Жанна ханым, сіздікі 5 минуттық бақыт деп аталады. Сіз ортада кетпеңіз, тұра тұрыңыз. Енді, ата, апамның есімі қалай? Апамның есімі? Күлмәш. Күлмәш апамыз қандай? 5 сөз, қол көтереміз. Күлмәдені атам патемізді өз кейпірін атымтады. Қандай? Сабырлы. Өте жақсы. Біреу. Мейірімді. Такая. Мақсы қалай біледі. Сразу 5 сақты біледі. Қандай, аға? Бақытты. 4-ші сөз қандай? Сөз жоқ па? Какая? Королева. Опа! Соңғы сөз, 5-ші. Королева. Апаздалы, уже айтып қойды. Көп балалы 5-ші сөз болды. Так, енді атамнан тағы да сұрайын. Сөз айтты. Соның қайсысы сізге ұнады? Көп балалы деп. Көп балалы. Ортаға шабала! Ата, беретіле!
Рахмет. Апа, есіміңіз? Бағдат. Есіміңіз? Сағындық. Мына кісілерге бір қошемет ұрып қояйық. Апа, мен айттым, мен берем 5.000 теңге. Менің 5.000 теңге апама менің атымдан Сағындық ағам береді. Шапама! Аға, ағама қайтесіз, өмір ғой. Өмір болғасын бәрі болар. Қалмайды бәрі. Апа, кетпейін сондықтан. Рахмет. Апа, мен екеуміз шамалы жүріп қайтайық, әңгіме айтып сізбен шамалы. Но бүгін Серікбай атамның осы 2 ай бұрын тойға хабарласқанда мен ойладым, тойды қалай басқарам? Постоянно үйде тамада болам. Айтатын сценарийім бітіп қалды, сөзін шынды керек. Мен сөзін жаттап алған. Сөйтіп, ойланып, түнгі 2-де ұйықтап кетіппін. Түс көріп жатыр. Той басталған, халық шапалақ ұрып жатыр. Той күшті өтіп жатыр. Бір кезде тойхананың, ресторанның ортасына сандуғаш жынданып кетіп, пачка 5.000 теңге деді, ортаға шашып жүр екен. Сандуғашты ұстап алдым, успокойтесь дедім. Ол 5.000 теңгені алып, Жанна ханымның қолына ұстаттым. Одан кейін ол 5.000 теңгені ұстатып, Сағындық ағамның қолына ұстаттым. Одан кейін Сағындық ағам алуға ұялды ма, ортаға бір бойы ұзын, сондай сұлу келіншек билеп жүр екен. Сол кісіге 5.000 теңгені осы кісіге берейін деп, такая прическа убила, кісіге 5.000 теңгені берді. Бірақ бір кезде апа есіміңіз? Бағдат апам бір кезде айтты. Ақырдап қойсам. Жоқ, тамада деді. Мен бұл 5.000 теңгені ала алмайын деді. Менің бұл 5.000 теңгені алуға тәтім бармайды. Осы тойды сен басқарып жатсың. Қостанайдан пойызбен, общий вагонмен келіп жатсың. Мынау 5.000 теңге саған деп тамадаға берді. Тамада ялып қалды. Алғысы кеп ала алмай. Жоқ апа, ақша өзіңізге керек болады. Сізге көп рахмет деп едім, алды дағы тамаданың қалтасына салып берді. Тамаданың қалтасына берді. Орнына кетті. Мына құрметті ағайындар, рахмет. Рахмет. Мәке? Мен еріккеннен бұны жасап атқан жоқпын, құрметті ағайындар. Маған да оңай емес. Рахмет, осы бір шамал өтпейін. Сөзінде тұрам, шындық. Құдайға шүкір еркекпін. Серікбай ағам тойында шашылам дедім ба, шашылам. Тамада болып кеттім. Серікбай аға туған құтты болсын. Менің атымнан 5.000 теңге подарок. Рахмет. Серікбай аға, берем алмайтынша сені. Алмайтынша сен. Шапалақ қойын.